Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Смағұл Берхан Аттила арнасына қош келдіңіздер. Достар, менің арнамда 1500 подписчик болып қалды. Активность көрсетіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Және біз бүгінгі видеода екі инкубатор туралы айтатын боламыз. Көп созбаймыз, видеоға кеттік. Достар, сонымен видеоға келдік. Негізінде маған бұл бірінші инкубатор, яғни Ranger деген инкубатор маған қатты ұнамады. Оны сіздерге бірден айтайын. Ал екінші MP40-тың инкубатор өте тема. Және мынау. Бұл 7К мен 3 тетеж. Ал бұл болса 5К мен 2 тетеж. Одан кейін барлықтарыңыз білесіздер, 3К мен 1 тетеж. Достар, бұлардың енді қатты эффектісі несі жоқ сияқты, бірақ енді маған өз басыма ұнамады. Маған ұнағандары MP40 достар. Ал бұл болса оның тетежі. Одан кейінгі шығатын пропускол MP40 достар. Қараңыздар, өте керемет MP40. Бұл жерде 2 емес 4 MP40 болады. Оның әрқайсысын тоқтала аламыз. Бұлардың негізі эффектісі бар достар. Онда видеоны таппадым. Бұл картаның эффектілері, біреуінде черві, қарға, жүрек сияқты. Достар, бұл MP40 енді топовый MP40 болу әбден мүмкін емес, бұл топовый MP40 болады. Себебі инкубаторда шыққан әр мылтықтар, инкубаторлар топ. Неге десеңіздер, естеріңізде болса, Скар Титан АК шыққан болатын, яғни МК-ға да шықты. Өте топовый болды достар. Мен осындай мен сіздерге шағын видео ұсынып отырмын достар. Өз білгеніме сіздерге бөліскен маған да жақсы. Сіздердің де көмек болса, менің арнама тіркеліп лайк басып, қателіктерім болса, оны түзетулерін сұраймын достар. Сіздермен бірге болған Аттила арнасы. Келесі кездескенше сау.